Қайырлы күн достар, есімім Бернар, бизнес бастау мектебінің SMM маманы және спикер болып табыламын. Қазіргі таңда бизнес бастау мектебінің әлеуметтік желілерін жүргізіп жатырмын. Соның ішінде ВКонтакте желісі, Facebook желісі, Instagram желілері. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әлеуметтік желіде аккаунтты безендіру. Қазіргі таңда Instagram әлеуметтік желілерінің ішінде ең үлкен белсенділікке, танымалдылыққа ие болып отыр. Ол әлеуметтік желі ғана емес, ол бизнес алаң. Ең бірінші Instagramда жүзеге асыратын нәрсеміз ол аккаунтты безендіру. Кез келген адам, тұтынушы, желі қолданушысы 3-ақ секунд ішінде шешім қабылдайды. Бұл парақшаға кіріп жазылған дұрыс па, жазылмаған дұрыс па? Сол себепті сіздің басты міндетіңіз әлеуметтік желіде Instagramдағы алғашқы бетіңізді дұрыс безендіру. Тапсырыс әкелу үшін сатылым әкелетін пост жазу керек. Сатылым әкелетін пост үшін аудитория керек. Аудитория жинау үшін аккаунтыңыз дұрыс безендірілу керек. Яғни барлығы осы бірінші бетке байланысты. Дұрыс безендірілген аккаунт сіздің алғашқы сатылым әкелетін постыңыз. Яғни дұрыс безендірілгеннен соң сіздің постыңызға назар аударылады. Сол үшін аккаунттың ең бірінші бетіне қатты мән берген дұрыс. Ендігіде логин. Өздеріңіз білетіндей, ол Инстаграмыңыздың аты. Ол компания аты. Сіздің бизнесіңіздің не екенін білдіру керек. Яғни, аккаунтыңыз аталған сәтте адам сіз қандай кәсіппен айналысатыныңызды түсіну керек. Мәселен, бизнес бастау кәсіпке байланысты екені бірден білініп тұр. Сол сияқты, сіздің аккаунтыңыз аталған сәтте елге, қоғамға, әлеуметтік желі қолданушыларына көрген кезде түсініксіз болмауы шартты. Инстаграм заңдарына сәйкес ол тек латын әріптерімен 30-ға дейін символ рұқсат етілген. Неғұрлым қысқа, сол құрылым жақсы. Егер сіз қалаған логин бос болмаса, соған ұқсас сөздер не болмаса нүкте сияқты символдарды қолдана аласыз. Ұзақ әрі қиын логин қолданбаңыз. Ол қысқа, оңай және кәсібіңіз жайлы қандай да бір ақпарат беретін аккаунттың аты болуы керек. Қателіктерге қарап біз түсінеміз. Мысалы, мына аккаунт бижутерия Нижний Правел Астана 8954. Өздеріңіз білетіндей, бижутерияны бір ғана қалада емес, бүкіл Қазақстан бойынша таратуға мүмкіндік бар. Таратылмайтын жағдайда ғана қаланы айтуға болады. Ал ұзақ болса жатталмайды және өте сапасыз. Ойластырылмаған өнім ретінде көрінеді. Сол себепті оған да аса қатты мән беру керек. Ендігі аватар. Ол дөңгелектің ішіндегі сурет. Егерде логотип болса ескеретін шарт. Логотип оқылуы тиіс. Кәсібіңіздің мағынасы айқындалуы керек. Бірден ол оқылмаса, ұзақ түсініксіз логотип қоймаған дұрыс. Және тауар суреті болу керек. Бір ғана тауар, сумка сатсаңыз бір әдемі сумка. Торт жасасаңыз бір әдемі торттың суреті. Киім сатсаңыз бір әдемі киім. Яғни торттар киімдер емес, бір әдемі зат тұру керек. Бірден адамға көрінетіндей ол кішкентай болғандықтан түсінікті болу керек. Және кәсібіңіздің белгісі. Кейбір логотиптер өзінің кәсібіне мүлдем сәйкес келмейді. Оған қарасан, кәсіп жайлы ешқандай ақпарат бермейді. Сіздің кез келген белгіңіз сіздің кәсібіңіз жайлы белгілі бір ақпарат беру керек. Мысалы, торт болса, торттың кекстің белгісі ретінде, ал одан кейінгі ережелер суретіңіздің оқылуына мән беріңіз. Фон ақ болмау керек. Себебі Инстаграм өзі ақ түсті. Сурет дөңгелекке сыю керек және түсінікті болу керек. Бір ғана тауарды қолдансаңыз, жақынан әрі жақсы фонды қойсаңыз түсінікті болады. Және контентке сай болу керек. Мәселен, сіздің логотипіңіз ашық күлгін түсті болса, ал өзіңіздің баннеріңіз және басқа суреттерде қызыл немесе басқа да түстер қолданылатын болсаңыз, оған сәйкес болу керек. Яғни, сіздің логиніңіз аватаркадағы суретіңіздің түсіне сәйкес баннер. Одан кейінгі суреттеріңіз ұқсас болу керек. Екеуі тым екі түрлі болса да болмайды. Біздің тағы да бір айтатын нәрсеміз, барлық ережелерді сақтану арқылы сіз өзіңіздің сатылымыңызды, бизнесіңізді дамытуға жол ашасыз. Егер де бұл ережелер сақталмаған жағдайда, әлеуметтік желілерде сатылым болмайды деген сөз емес. Егер сіз өз біліміңізбен жасасаңыз, 3 сатылым болады. Ал егер де барлық ережелерді сақтана отырып жасайтын болсаңыз, 15 сатылымға дейін алуға болады. Барлық ережелер тек қана жақсы болу үшін, ары қарай дамыту үшін арналған. Аккаунт аты. Жалпы 30 символ. Бас әріппен соңында смайлик немесе эмоция қойыңыз. Аккаунт аты дегеніміз поисктен шығатын біздің екінші тетігіміз. Логиннан бөлек поискқа шығады. Кәсібіңіздің қысқаша мәні өзіңізге осындай сұрақ қойыңыз. Менің тұтынушыларым қалай іздеуі мүмкін?
Мәселен, бизнес бастау қазақша кәсіпкерлік мектебі. Біз өзіміздің атымызбен танылдық. Яғни, бизнес бастау дегенде қазақша кәсіпкерлік мектеп ойға түседі. Қазақша кәсіп мектебі дегенде бизнес бастау бірден ойға түсе қоймайды. Өзіңізге ұнайтын ат қойыңыз. Мысалы, бижутерия, сумка, Алматы деген аккаунттардың аты өте көп. Солардың бірі болып қалмас үшін өзіңізге ұнайтын бір ат қойыңыз. Көп кәсіпкерлерде осындай ой қалыптасқан. Мен атымды басқаша қойсам, мені ешкім таппай қалады. Бұл қате ой. Сол себепті кез келген атты қойса болады. Кәсібіңізге сәйкес білдіретін аккаунт аты сіздің қысқаша анықтамаңыз. Сол үшін осы жерді тиімді пайдаланыңыз. Ол жерде 30 ғана әріппен жазуға мүмкіндік бар. 30 ғана әріп сияды. Сөздің соңында не басында эмоция қолданылған дұрыс. Логин мен атын қайталамаңыздар. Мысалы, Nails Айзада 5 деп тұр. Мына жерде де солай деп тұр. Яғни біз поисктен шығатын екі жеріміздің 30 әріпімізді далаға жібердік. Бұл жерде мүлдем басқаша қою керек еді. Бұл ережені білмегендіктен қателіктер туындауда. Мына жерде Ербол Гүлнұр жеке парақшам жазылып тұр. Бұл жерде торт деп айтатын болса, ешкім бұл кісіні таппайды. Бұны білетін адамдар да бар, білмейтін адамдар да бар. Сол себепті бұл жерге аса қатты мән береміз. Поисқа мән беретін болсақ, бизнес бастау деген жерде бизнес деп терген кезде бизнес бастау аккаунты шықты. Бизнес молды шықты. Петр Осипов шықты. Петр Осиповтың логины аты Петр Осипов. Неге ол шықты? Өйткені ол аккаунт атына бизнес деп жазды. Сол себепті ол шықты. Және поискте ең басты мән беретін жер ол логин мен аккаунт аты және аватарка. Осы үш жер сырттан көрінетін болғандықтан өте сапалы, әдемі, әрі түсінікті болу керек. Сипаттама. Сипаттама ол сіздің кәсібіңіздің, тауарыңыздың тұстары. Жайлы қысқаша сипаттама. Бұл сіздің әлеуметтік желідегі визиткаңыз. Сондықтан кәсібіңіз жайлы қысқаша сипаттама болу керек. Байланыс телефондары болу керек, қаласы жазылу керек, іс-әрекетке шақыру керек. Яғни, сіздің кәсібіңіз, тауарыңыз жайлы қысқаша сипаттама. Бізде қазақша кәсіпкерлік мектеп деп тұр. 2 айлық бизнес курс деп жазылған. Сонымен Қазақстан бойынша 100% нәтиже. Және байланыс телефондары. Сипаттамада 150 символ қоюға рұқсат. 150 символды толық пайдаланамыз. Қаласын жазамыз, ол маңызды болса. Ол қай кезде маңызды? Мәселен, торт пісіретіндерге маңызды. Өйткені олар басқа қалаға тапсырыспен жеткізе алмайды. Яғни, сіз басқа қалаға қызмет көрсете алмасаңыз, міндетті түрде өз қалаңызды атайсыз. Ал егерде сіз бүкіл Қазақстан бойынша жұмыс жасайтын болсаңыз, өз қалаңызды атаудың қажеті жоқ. Іс-әрекетке шақыратын сілтеме. Яғни бұл жер әрдайым ауысып отырады. Ол жерге сіздің Telegram, WhatsApp не болмаса сайттың сілтемесі қойылады. Яғни кейбір үлкен салаларға сайттың қойылғаны маңызды. Мәселен, медицина, турагентство, жиһаз, басқа да үлкен мекемелерге ең бірінші сайтқа. Өйткені өте тиімді. Сол себепті ондай жағдайда сіз сайттың сілтемесін қоясыз. Ал егерде сайтыңыз болмаса, немесе сайтыңыз сапалы болмаса, сізге тікелей WhatsApp желісіне шыққан ыңғайлы болса, WhatsApp желісіндегі сілтеменізді қойыңыз. Осымен әлеуметтік желідегі парақшаны безендіру тақырыбын аяқтаймыз. Рахмет.